Сәлем, қалайсыздар? Мен Алтын. Сіздерге алдын ала тоқылып қойған аяқ киімді қазір жаңадан осындай қоңыр жіппен тоқып көрсетейін деп отырмын. Әзір мына жағы жалғап қойған жібіміз, сырт жағы осындай 3 қолдың өлшемімен біз сырт жағынан жібімізді өлшеп алдық. Неге? Бастапқы мынау енді басқаша тоқылу әдісі мұқият көріп үйреніп алады деген сенімдемін. Енді жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Ендеше кеттік. Алғашқы жібімізде біз осындай екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп алғанда біз өткізген жібімізде 10 қатар жіп болады. Әр жіптің ұзындығы 7 см алсаңыздар болады. Неке осылай. Ең шетіндегі жіпті ортасында екі жіптің арасына өткізіп, келесі жағымыздағы жібімізді енді солай істейміз. Неке әр аралықтан айқастырып отырамыз. Бір жіпті астыға, бір жіпті үстіге солай кетеді жібіміз. Осылай кішкене тартып аламыз жіптерімізді, кішкене не болу үшін, кішкене қаттырақ. Тығыз болу үшін. Енді бастапқы жібімізді осылай әрбір жіптің астынан, артынан осылай өткізіп отырасыздар. Енді келесі жақтыкін ең бастапқы жіпті осылай өткізіп отырасыздар. Бастапқы жіпті алдынан, екінші жіптің үстінен, астынан и үстінен алып отырасыздар. Жібімізді осылай үстінен, астынан, үстінен аласыздар. Кішкене үстінен, келесі жіптің астынан, үстінен осылай алып отырасыздар. Өріміз шығып келе жатыр. Үстінен, астынан алып отырасыздар. Түсінбей жатсаңыздар, бір-екі рет қайталап көрсеңіздер болады. Бір көргеннен үйреніп алмайсыздар деп ойлаймын. Сол үшін 2-3 рет қайталап көрсеңіздер, үйреніп аласыздар. Жібіміздің астынан алдық, мінекей. Енді келесі жіптің үстінен аламыз. Осылай. Енді осы жібіміздің үстінен алдық, мінекей орап. Енді келесі жіптің үстінен, астынан, үстінен алып отырасыздар. Бұл енді өзгеше өрім. Бұрынғы өрімдерге ұқсамайды.
Неге осылай басынан аяғына дейін солай тоқылу әдісімен біз тоқып болдық. Енді қалған аяқтарыңыздың көлемдеріне сәйкес өздеріңіз ұзын қысқалығын теңшеп отырасыздар. Екі табанымызды бірдей етіп теңдеп аламыз. Келесі табанымыздың жібіне осы өрнегіміз сөтіліп кетпей тұрғанда табанымыздың жібіне өткізіп алатын боламыз. Бұл жерде қанша өрнек жасау екені маңызды емес. Тек қана аяқтарыңызға лайықтап, ары толықтығына қарап өздеріңіз өлшеп тоқып кесеңіздер болады. Екі-екіден өткізетін боламыз жіптерімізді. Келесі жібімізді өткізіп алайық. Осылай жіптерімізді табанның ішіне қарай өткізетін боламыз. Жіптің түсін өздеріңіз талдап тоқысаңыздар болады. Енді кішкене көрнекті болу үшін мен осындай қоңыр түсті талдадым. Анық көріну үшін. Өткізіп болғаннан кейін табанымыздың астынан екі ілмекіміздің көмегімен екі тесіп аламыз. Сол қалған жіптерімізді екі бөлікке бөліп, сол табанның астынан өткізіп тастаймыз. Не үшін өткіземіз? Өйткені жібіміз сөтіліп немесе тарқатылып кетпеу үшін осылай істесек тіптен керемет болады. Осылай кішкене олқы жерлерін тартып қойсаңыздар, өрнегіміз кішкене тығыздау болса әдемі көрінеді. Неке осылай етіп, келесі табанымызды мен дайындап қойғанмын, осылай етіп күйдіріп жасап аласыздар. Ендеше кеттік. Енді ортаңғы бөлігін, тура аяқ киімнің ортаңғы бөлігінен біз осындай басқа қоңыр жібімізді өткізіп аламыз. Енді ортаңғы бөлігіндегі өрнегімізді тоқи бастаймыз. Әрине ілмек біз бұл жерде өте қажет болады. Ілмек біз дайындап отыруларыңыз керек. Бұл жердегі жібіміздің ұзындығы 1 метр. Осы ортасындағы тоқылған өрнегіміз бізде бұрынғы әдіспен тоқимыз, екі түрлі. Қазіргі әдісті қолдамаймыз. Жіптерімізді бір-біріне байлау арқылы тоқылатын әдіспен тоқитын боламыз.
2 қатар жіп өткізіп алдық. Осы 2 қатарымыздың әрбір жібінің өзі 4 қатар болып тұр ғой қазір. Сол бір қатардың өзі 50 сантиметрден. Ал бір жібіміз 1 метр. Кесіп алсаңыздар болады. Мінекей. Бастадық өрнегімізді. Неге осылай байлау тәсілі арқылы біз бірінші ең бастапқы өрнекті бастап қойдық. Енді мына жерде кішкене бостау болып қапты. Астың кішкене тартып байлап жіберейік. Енді дұрыс болды. Енді бұл жерде біз жіп қосатын боламыз. Қазір жібімді дайындап алайын. Неге осыны мына жерге, ең бастапқы бірінші жіпке біз 50 сантиметрдей жіпті байлап алатын боламыз. Осылай айналдырып, 2 рет айналдырамыз. Мына жағына да тура сондай 50 сантиметр жібімізді осылай байлап алатын боламыз. Екі жағынан. Енді осы жерден біз екінші жібімізден моншағымызды, үшінші жібімізден моншағымызды өткізіп аламыз. Енді сол моншағы өткізген жібіміздің жанындағы жіпке бірін байлайтын боламыз. Осылай 2 рет байлайсыздар. Осылай келесі оң жақтағы жібімізге байлаймыз. Ортасындағы моншақтың екі жақ шетіндегі жіпті осылай бір-біріне байлайтын боламыз. Келесі екінші жібімізден біз тағы бір жіп байлайтын боламыз. Сол жақтағы екінші жібімізден тағы бір жіпті осылай 2 реттен байлап қоямыз. Бұл жіптер, қосымша жіптер осы өрнегіміздің құрылуына
керекті жіптеріміз. Міне осылай жіптер жалғап отыратын боламыз. Жібіміз кішкене бостау, сондықтан шатасып кетпеу үшін кішкене біраз түйіп қояйық екі жағына жібін. Енді қалған жіптерімізді жіптерімізге екінші моншағымызды қадап тоқимыз. Осылай моншағымыздың екі жағына жіпті осылай екі рет байлаймыз. Енді келесі жағынан тағы бір моншағымызды өткізетін боламыз. Жіптердің үшін осылай күйдіріп моншақ өтетіндей қылып жасап алу керек. Үшінші моншағымызды өткізіп алдық. Моншақтың сол жағындағы жіпке моншақтың жібін осылай орап екі рет байлайтын боласыздар. Енді моншақтың сол жағындағы жіпке моншақтың жібін осылай байлайсыздар. Төртінші моншағымыз. Неке осындай өрнек жасалып шықты. Енді бастапқы жағынан біз тағы да осындай жіптер жалғаймыз. Бұл жіптердің ұзындығы 50 см, жаңа айтып кеттім. Осындай жіптерді жақсылап көріп алыңыздар, осылай байлайтын боласыздар. Жіпті байлағанда екі ұшы бірдей болу керек.
осылай. Енді моншағымызды өткізетін боламыз. Моншағымыздың жібін бір-біріне байлайтын боламыз. Енді осы жерге тағы да моншақ өткіземіз. Моншақтың жан-жақтағы жіптерді осылай байлап аламыз. Ең соңында моншақтың жібін, екі жағында жібін бір-біріне байлаймыз. Бұл жерде қазір біз екі қатар моншақ өткізуіміз керек қалған жеріне. Жан-жақтағында жіптерді осылай байлап шығу керек. Моншағымыздың жібін байлаймыз. Енді ең соңғы моншағымызды өткіземіз. Неке өткізіп болдық. Енді мына алдындағы қатар жіпке тиіспейміз. Енді екі жағындағы, оң жағындағы, сол жағында жіптерді біз реттейтін боламыз. Мына жерде 5 қатар жіп бар. Қазір осы арасындағы жалғаған жіптеріміз бар ғой, сол жалғаған жіптеріміздің керілген аралықтарға бұрышын өткізіп алуымыз керек, айналдырып.
Енді болды. Енді біз осы жіптеріміздің жанынан бір жіп қосамыз қазір. Бір жіп қоссақ, бізде 7 жіп болады. Енді бұл жерде жіпті қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Жіңішке, жалпақ. Жіпті қосқан сайын жалпақ көрінеді, жалпақ тоқуға болады. Жіпті аз болған сайын жіңішке тоқуға болады. Бізде мына жерде 6 жіп қазір. Осы жібімізді қоссақ 6 жіп болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жіңішке етіп тоқысаңыздар, жіпті қоспасаңыздар да болады. Егерде осындай жалпақ көрінген әдемі десеңіздер, жіпті көбірек қосып тоқсаңыздар, өте керемет әдемі көрінеді. Неке, бізде мына жерде 6 жіп. Мына жерде 7 жіп. Бұл жерде сол үстіне, астына әрбіреуінің осындай қою арқылы біз осындай өрнек жасап шығамыз. Бастапқысының үстіне қойсаңыздар, келесі жіптің астына қойып отырсыздар. Екі қатарға бөліп аласыздар әрине. Жіп көп болған сайын осындай өрнегіміз жалпақ болып шығады. Жіптеріңіз аз болса, жіңішке болып шығады. Жаңарата қосқан жіптеріміздің себебі осы екі жағындағы өрнекті жасау үшін біз сонша жіпті қостық. Енді бізде 7 жіп. Неке, осылай тоқ болғаннан кейін осы табанның астына қарай өткізіп, күйдіріп тастасаңыздар болды. Енді қалған табанның үстіңгі жағының өрнектері қалды. Осылай аралықтан, 3 аралықтан тастап отырасыздар. Неке бір жағын тура сол әдіспен тоқып алдық. Енді екінші жағын тура солай тоқитын боласыздар.
Ең алдымен осылай бөліп аласыздар. Ортаңғы жіпті айқастырып, келесі жіптің үстінен астынан алып тоқисыздар. Мінекей мына жерден біз осындай жалпақ резинке өткізіп аламыз. Енді 3 қатар қылып өткізетін боласыздар. Бұл қандай рөл атқарады десеңіздер, киілген кезде аяқтарыңызға қысып мазаларыңыз кетпейді. Енді осы жерден 3-ші үңіру тұрған іліп аламыз. Іліп алғаннан кейін осы 3 резинкемізді бірдей етіп осылай теңестіріп аламыз. Енді осы жерден бізде резинкеміздің 3-і қалып қалды. Сондықтан осы жерін ине жіппен осы кішкене жерін тігіп аламыз. 2-3 қатар тігіп алсаңыздар болады. Екі жағында тігіп тастасаңыздар да болады. Осылай бірдей етіп. Ал енді осы жерден біз шетінен ең ұзын қоңыр жібімізді өткізіп аламыз. Бұл жағынан өткізбейді екенбіз. Келесі жағынан өткізейік. Бұл жібіміздің өте ұзын. Осылай резинкенің екі жағынан өткізіп, бірдей етіп тартып аласыздар. Енді шетінен бастап біз жалпақ, әдеттегі өзіміздің тоқып жүрген жалпақ өрімізді осы резинкеміздің үстінен бастырып тоқитын боламыз. Осылай қаттырақ тартып, резинкеміз көрініп қалмау үшін осылай қаттырақ тартып тоқисыздар. Тоққан кезде резинкемізді осылай тартып бірдей жасап отырасыздар. Осы резинкеміздің басынан аяғына дейін осындай жалпақ өрімді біз тоқып шығамыз.
мінекей тоқып болдық. Аяқ киіміміз дайын болды. Енді мына жерде біз өрнегімізді біріне бірін жалғаған кезде мына жерден біз санап, осы жерден 7 қатар санап, 7 қатардан кейін қалған өрнегімізді осы жалпақ өрнекке өткізу арқылы қалған жерін күйдіріп тастасаңыздар болды. Өткізіп бір-екі рет алды-артына лимик біздің көмегімен өткізіп алғаннан кейін қалған жерін күйдіріп тастасаңыздар болды. Күйдіріп жабыстырып тастайсыздар болды. Енді бізде не осылай іш жағынан жабыстырасыздар. Не осы сырт жағынан жабыстырмайсыздар, іш жағына қарай жабыстырасыздар. Аяғыңызды қажап кетпеу үшін осылай жалпақ етіп күйдіріп тастасаңыздар болды. Енді бізде мына жерде мынандай гүлдер тоқып шапталған. Енді бұл гүлдерді шаптасаңыздар да болады. Осылай, осы күйінше қала берсе де осындай тоқып алсаңыздар да болады. Неге осындай әдемі тұрады, осындай гүлмен. Бұл гүлді келесі видеода көрсететін боламын. Неге осындай әдемі аяқ киім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.